Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай көкөністерден керемет салат жасайтын боламыз. Осылай керек заттарымыздың барлығын жақсылап жуып дайындап аламыз. Менде баклажан, болгарский, помидор және пияз, кинза. Осылай қажет заттарымызды жақсылап жуып, пиязды тураудан бастаймыз. Бұл салатты қысқа сақтауға да дәл осы рецептпен жасасаңыздар болады. Мінекей осылай пиязымызды, болгарскийімізді қалауыңызша турап аламыз. Мен майдалап өтіп турап жатырмын. Мінекей болгарскийлерімізді де болгар бұрышын осылай жақсылап бір келкі етіп турап аламыз. Барлық заттарымызды осылай турап аламыз. Баклажанды да осылай төртке бөліп, ай тәріздес етіп осылай турап алдым. Қызып тұрған қазанымызға қажетінше май құямыз. Майымыз өзіңіздің қалауыңыз бойынша құясыздар. Мінекей менде 150-200-ге жетпейтін 150-160 мл осылай ақ май құйып, пияз салып, пиязымыз шамалы өлгенше қуырып аламыз. Оның үстінен болгар бұрышын салып, оны да жақсылап араластырып 2-3 минут қуырып алатын боламыз. Мінекей шамалы өле бастаған кезде осылай үстінен баялды, яғни баклажандарымызды салатын боламыз. Баклажандарымызды да осылай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып қуырып аламыз. Оның үстінен езіле бастаған кезде 2-3 минуттан соң осындай помидорымызды, туралған помидорымызды салатын боламыз. Туралған помидорымызды салып, жақсылап араластырып, аскөктерді қосып, мінекей осылай араластырамыз. Чеснок салып жібердім дәл осы сәтте. Чеснокта өте керемет дәмін шығарады біздің салатымыздың. Мінекей жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минут баяу отта қуырып алатын боламыз. Міне өле бастады. Енді тұз қалауларыңызша. Мен сухой кинзадан қостым және лавр жапырағын қоссаңыздар, лавровый листті өте дәмін керемет етіп үйлестіреді. Дәл осылай баяу отта 10 минут, 15 минут осылай баяу отта араластырып қуырып аласыздар. Мінекей біздің аскөктеріміздің барлығы жақсылап қуырылды. Ыдысымызға салып ұсынсаңыздар болады. Өте керемет шығатын салат түрі. Дәмі де өте керемет. Икра деп айтсақ та болады бұл салатты. Дәл осы рецептпен қысқа сақтауға да жасасаңыздар болады. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Гүлжаз. Каналыма тіркеліңіздер.